Сайлауда қадағалаушы болу үшін кез келген партияға барасыз, болмаса қоғамдық ұйымға барасыз. Бейнетаспаға түсірсеңіз болады. 30 миллион алған екен, қарызын қайтарып береді. Қолхат бар 30 миллион алған туралы. Бірақ қайтарып бергені туралы алдыңғы қолхат ол жыртылмаған еді. Алаяқтар не істейді олар? Алаяқтар осылай звондаған, хабарласқаннан кейін оларға қайтып звондасақ сол нөмірге басқа бір адам телефонда. Олар сөйлескенде өте сауатты сөйлеседі. Баршаңызға мәлім, осы 2022 жылдың қараша айында президенттің сайлауы болады. Сол сайлауға қадағалаушы ретінде қалай қатысуға болады және қадағалаушының құқықтары мен міндеттері туралы айтып өтпекшімін. Не үшін бұл маңызды, не үшін мен бұл видеоны түсіріп отырмын? Себебі жалпы біз өз құқығымызды білуіміз керек. Қалай сайлаудың әділетті өтуіне қалай біз әсерін тигізе аламыз? Қалай біз сайлаудың әділетті өтуін қадағалай аламыз? Егер сізде сондай бір запрос болса, қадағалағыңыз келсе, онда бұл информация сізге қажет болады. Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңы бар. Сайлау туралы заңының 20-шы бабы, 20-1, 20-2. Осы баптарда қадағалаушының құқықтары мен міндеттері белгіленген. Сайлауда қадағалаушы болу үшін кез келген партияға барасыз, болмаса қоғамдық ұйымға барасыз, арыз жазасыз. Арыз жазу арқылы сізге не береді? Куәлік береді, қадағалаушы туралы. Тексереді бірінші әрине. Содан кейін барып, сол куәлікпенен сіз сайлау кезінде сайлау учаскесінің төрағасы болады. Сол төрағасына куәлікті көрсетесіз, қатыса бересіз. Енді сіздің бақылаушы ретінде қандай құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз бар? Бірінші кезекте сіз жалпы сайлау процесін бейнетаспаға түсірсеңіз болады. Сайлау процесіне қатысып, сол сайлау процесінің қалай өтіп жатқанына қатыссаңыз болады, бақыласаңыз болады. Бірақ сайлау үрдісіне бөгет жасамауыңыз керек екен. Сосын кейін, егер заң бұзушылықты көрсеңіз, онда сол жерде хаттама толтырып, төрағасына, сайлау учаскесінің төрағасына ұсыныс тастайсыз. Осындай заң бұзушылық болып жатыр. Сондықтан бір шара қолданыңыз деген. Түсіндіңіз ғой? Яғни сіз қатысасыз және бейнетаспа түсіруіңізге әбден мүмкіндігіңіз бар. Әрине, сайлау процесіне бөгет болмау керек. Бөгет болмай бейнетаспа жүргізуге болады. Және сол бейнетаспаны тек өзіңіздің құқық бұзушылық болды деген мәселені дәлелдеу үшін ғана қолдана аласыз. Яғни Инстаграмға, басқаға желіге тарқатып жіберуге емес, яғни заң бұзушылықтың әшкерелеуі үшін сізге рұқсат берілген бақылаушы ретінде. Және осы егерде бір заң бұзушылық болатын болса, хаттама толтырып, төрағаға не істейсіз? Көрсетесіз, осындай заң бұзушылық болып жатыр, және осы заң бұзушылықты қысқартыңыз, қойыңыз деген сияқты. Жаңағындай сайлау учаскесіндегі қалай хатта сайлау қағаздары толтырып жатыр, олар қалай жиналып жатыр, кім қатысып жатыр, соның барлығын қадағалап көрсеңіздер болады. Яғни бұл информацияны не үшін айтып отырмын? Егер шынымен де өз еліңіздің патриоты болсаңыз, шынымен де сайлауға қатысқыңыз келсе, бақылаушы ретінде, онда осы Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңының 20-шы бабын дұрыстап оқып, содан кейін барыңыз деген сізге менің кеңесім. Екінші тақырыбым қарыз туралы болады. Яғни қазіргі таңда қарыз алу емес, қарыз қайтарудың өзі проблема болып жатыр. Яғни сіз қарыз қайтарасыз, бірақ қарыз қайтарылған туралы қолыңызда құжат жоқ. Мысалға, мынандай бір жағдай болды. Бір кісі 30 миллион алған екен. 30 миллион алады да қарызын қайтарып береді. Қолхат бар 30 миллион алған туралы. Бірақ қайтарып бергені туралы қолхат жоқ, және алдыңғы қолхат ол жыртылмаған еді. Сөйтіп, жаңағы азамат, қарыз берген азамат сотқа береді. Мен 30 миллион теңге қарызға бердім, бірақ алған жоғым деп. Шын мәнінде алған ақшасын. Түсініңіз, осындай жағдай болуы мүмкін. Осындай жағдай болмас үшін сіз қарыз қайтарған кезде міндетті түрде алдында жазылған қолхатыңызды, қарыз алдым деген қолхат жазып бересіз, соны жырту керек, оның жоқ болу керек жаңағы қолхаттың.
болмаса жоқ дегенде екінші қолхат жазу керек, сіздің қарызыңыз қайтарылғаны туралы. Түсіндіңіз ғой? Егер ондай жағдай болмайтын болса, сіз 30 миллион теңгені қайтарасыз, бірақ жаңа сіз қарыз алған адам опасыз адам болатын болса, жаңағыдай енді ұяты жоқ болатын болса, онда сотқа беріледі. 30 миллион теңге емес, 60 миллион қылып қайтаруы мүмкін. Мысалы, жаңағындай жағдай болса, екі есе қайтаруы мүмкін деген сөз. Сондықтан қарыз қайтарғанда мұқият болу керек. Қалай қайтару керек екенін мен сіздерге айттым. Яғни, біріншіден қолхат жыртылу керек, мүмкіндік болса. Егер ол жыртылмаса, екінші қолхат жазылу керек, қарыз қайтарылғаны туралы. Және сол қолхат сіздің қолыңызда болу керек, қарыз қайтарған адамның қолында болу керек. Түсіндіңіз ғой? Осыны мұқият тыңдап, осымен қарызды қайтарғанда осыған мұқият болыңыздар. Мен осы астарлы ақиқатқа шешімі бар жағдай барам ғой барлығына телепередача. Сол кезде көбінесе осындай жағдай болады. Яғни қарызы қайтарады, бірақ қарыз қайтарған туралы дәлелдемесі жоқ болып шығады. Сол үшін осы тақырыпты қозғап сіздерге айтып отырмын. Егер сізге банк қызметкері ретінде хабарласатын болса, бірден оған сенбеңіз. Не үшін айтып отырмын? Өйткені қазіргі таңда алаяқтар өте көп. Банк қызметкері ретінде сізге хабарласады, сіздің счетыңызға жаңағындай арест қойылыпты, болмаса сіздің счетыңызда ақшаны алайын деп жатыр деп хабарлауы мүмкін. Хабарлап, сіздің счеттаңызға ақшаңызды блокқа қою керек. Блокқа қою үшін сіздің бүткіл данныйыңызды сұрап алады. Яғни картаңыздың бүткіл нөмірін, CV код деген сияқты, арттағы 3 цифрын айтуға болмайды. Соның барлығын сұрап алады да, сіздің счетыңыздағы бүткіл ақшаны сыпырып алуы мүмкін. Яғни алаяқтар өте көп. Енді бұл алаяқтар қалай жұмыс істейтін болған? Қазақстан Республикасындағы телефон нөмірлері бар ғой. Телефон нөмірлері арқылы звондайды. Яғни сізге хабарласқан кезде бір Қазақстан Республикасының телефон нөмірі сияқты хабарласады. Хабарласып айтады, сіз блокқа түсірдіңіз, осындай тезірек блоктан шығару керек. Карточкаңыздың тезірек хабарын беріңіз, жаңа информацияны айтыңыз, цифрларды, сіздің карточкаңыз блокқа қойын дейді. Ондай кезде сіз не істеуіңіз керек? Телефоныңызға запись қойып жазып алуыңыз керек, міндетті түрде. Одан айтыңыз, қазір тұра тұрыңыз, мен тексерейін, банкке звондайын деп, әр банктың колл-центрі бар. Колл-центрға звондап анықтауыңыз керек. Шынымен де блокқа түсіп жатыр ма, түспей жатыр ма, сол кезде сізге жауап береді. Ал жаңағы алаяқтар, не істейді олар? Алаяқтарға жақында ғана случай болды. Осылай звондаған, хабарласқаннан кейін оларға қайтып звондасақ сол нөмірге, басқа бір адам телефонды алады. Сұрасақ, айтады, мен осындай Қазақстан Республикасының азаматымын, Алматыда тұрамын дейді. Менің нөмірімнен бірнеше азаматтарға звондап жатыр. Қалай звондап отырғанын білмеймін, бірақ мен өзімнің операторыма, телефон операторына хабарласам, және сөйтіп звондамасын деп тыйым саламын дейді. Яғни көрдіңіз бе, сізге Қазақстан Республикасының телефон нөміріне звондайды, хабарласады, және сіздің карточкаңыз блокқа түсіп жатыр, болмаса біреу сіздің карточкаңыздан ақша алайын деп жатыр, тезірек блокқа қойыңыз. Блокқа қою үшін картаңыздағы бүткіл информацияны сұрайды. Олар сөйлескенде өте сауатты сөйлеседі, банк қызметтері сияқты сөйлеседі. Сондықтан бұған бекем болыңыз. Маған да хабарласты. Мен де бастапында шын айтсам сеніп қалдым, шынымен банктың хабарласып тұр ма деп. Өйткені өте сауатты сөйлеседі екен. Одан кейін ойландым, бұл қандай не? Тұра тұрыңыз, қазір сізге хабарласам дедім да, телефонды өшірдім да, өз банкіме хабарластым. Өз банкіме хабарласып едім, ол жерде ондай информацияны маған берген жоқ, яғни барлығы дұрыс, орында, ешқандай счетыңызда блокқа түскен жоқ, ешқандай сіздің счетыңызға ақша алайын деп жатқан жоқ, ол ондай информация жоқ деп айтты. Содан кейін қайтып звондап едім, телефон өшіп тұр. Звондай алмайсың уже қайтып, түсіндіңіз ғой? Сондықтан бұндай жағдайда жаңа айтқандай запись, скрин, содан кейін барып, егер алаяқтар болатын болса, жаңа құқық қорғау органдары бар, РОВД-ға барып арыз жазуыңыз керек болады. Түсіндіңіздер ғой? Сондықтан алданып қалмаңыздар, өз қаражаттарыңызға, ақшаларыңызға абай болыңыздар. Сіздермен болған заңгер Шыныбаев Марғұлан. Менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Астында телефон нөмірлері бар, хабарласыңыздар, егер кеңес керек болатын болса.